Оу, аумалаған халайық, жеңілмейтін жау бар ма? Шешілмейтін дау бар ма? Жеткізбейтін жол бар ма? Асу бермес бел бар ма? Асусыз асқар болса да, аспай өткен жер бар ма? Халқына жауқандармен алыспай кеткен ер бар ма? Ер төсектен безбей ме? Өзін туған елінің жүрегінде шер барда. 30-да оқ атпаған, 40-да қыз шаппаған, жаман жігіт өз басын қоярда жер таппаған. Хас батырдың баласы жаудан жанын аямас. Сүйегі тұтам қалғанша дұшпанға ықпас. Мен бастайын, сен аттан, аумалаған қарындас. Халқым аман болса қол құралар, қараған жағына қар жаудыратын айбатымыз келді міне. Қарагөбең, ой қалды. Атағозы батыр ортаға пікір таспа. Текеде әскер тізіп данс көп жатыр. Қаратау беті тұтқын қалған адамдарымызды қайтарсын депті. Ал торыстасып жегеніміз жоқ, жатсын. Жоңғарына қалмақ көшіп барады құбышы бастап. Шонай болса, аз ауылымен Боғдатаудың етегінде жатыр дейді. Қалмақтар айрыстарда жаңа жыртысыпты. Бір-біріне бетін құрсын кәпір деп. Ел жұртынан айырылып, Шонай алжып отыр ма? Қатын патшаға қайта-қайта ат шаптырып, елдің теріске итірайды дейді. Қатын патшаның мейіріміне зар болып отыр десеңші. Күйі кеткен баяғы көкте құдай, жерде Шонай деп, мұрнынан ақ құрт өшетін заманы жоқ. Әбіші көштінде қазақты қабырғалай қырып, қанға сатып кетем деп, апынып көпініп отыр. Осыны құтыртып отқан кім? Қатын патша кетсең, бетіңнен жарылқасын деп. Итар шығып бітімеді өзіне. Мен білсем, орыспен шығысқан соң, қалмақты алдарқатып арбап отырған орта жүздің ханы Абылай көрінеді. Абылай? Абылай қасқырдан мал, дұшпаннан ағайын жинайын деген бе? Шекесе барды, Сырымжан. Мұна іргедегі башқұрт аспанға шапшып, қазақта кеткен кегіміз бар деп, атқа қонғалы отыр. Естігем. Пугачевтан не хабар? Сармасада әскер жиып келеді. Яғни орыстар алаңдаулы. Алдыменен Нұралы ханға сес көрсетіп алайық. Нұралы хан әзірге ашық жаулыққа бармайды. Қашқан жаудың қақары қатты келеді. Қалмақ көшін қолай соғып, орта жүзге ғасып тастауымыз керек. Жасақтың басшысы кім болады сонда батыр? Ер сары, 500 жігіт қару-жарақпен дайын отыр. Бәрекелді. Атқа мініп, ұран шақыру ғана қалған екен. Ел дауы. Сырымбей билігін өзі шешсін деп келіпті. Ол не қылған дау? Ноғай мен қазақ екі елдің ұлы мен қызы шатасыпты. Қыз екі қабат екен. Бірақ менде кінә жоқ. Жігіт зорлаған соң солай болдым деп отыр. Ал ел азаматтары бұған қызынап, Ноғай жігітті бізге бер, таспен атып өлтіреміз деп, сізге билікке келіп тұрған беті. Батыр, осының билігін маған беріңіз. Мен айтайын. О бала, бұл билікке шаман жете қояр ма? Бұл жай ғана тоқты торының билігі емес, ел күні дау болып тұр ғой. Батыр сөзді маған берсе, менің аузыма Құдай салса, тура сөзге кім күлер? Bir Алла қабыл көрсе, осы дауды мен бітіріп берейін. Болсын. Кемшілігі болса өзім көтердім. Бердім билікті. Әкеңдер, екеуіңе сүт қайнатым уақыт берем. Осы сүт қайнатым ішінде қалайдан қанжарды қызының қолындағы қынап қалса, сала алмасаң, таспен атқызып өлтіремін. Сен мына жігіттің қолындағы қанжарды қынапқа салғызба. Егер салғызсаң, дарға тартқызып өлтіремін.
қыз жағы, жігіт жағы. Осыған келісесіздер ме? Жөн. Ендеше бастаңдар. Жігіт қызы зорламапты. Қыздың өзі ықтияры болыпты. Ұялғаннан айтылған сөз екен. Көріп тұрсыздар ма? Өзі әлсіз, өзі ек қабат бола тұра. Жігітке әл бөлмей тұр. Осыдан 9 ай бұрын жігітке кездесіп, оған қарсылық көрсеткенде өз-өзін қорғауға әлі келмей қалды ғой деп ойлайсыздар ма? Бұл бекер. Қыздың өз ризашылығы болған ақиқат. Жігіт кінәлі емес, босатыңдар. Жігіт жағы 2.47-нің малын қыз жағына беріңдер де тараңдар ағайын. Менің шешім осы. Әділ шешім. Осыған келісесіздер ме? Бәрекелді Балаби. Бәрекелді. Мен де сынау өзімдей жас кезімде құлағы бүтін қазаққа машқұр Малайсары, Тана Малайсары бейдің батасын алғам. Бердім батамды. Аллаға жағам десең қазанды бол. Ағайынға жағам десең қазанды бол. Өмірің ұзақ болсын, аймағың суат болсын. Ісің мен билігің халқыңа қуат болсын. Аумин. Аумин. Ағалар, қалмақ бір құлағымды кесіп алды ағалар. Жанымды аузыма түстеп, араларыңызға ренжеттім. Анау нағашым башқұрт болғанымен, сүйегім қазақпын қорлатпаңдар. Аға! Құлағыңды кескен кім? Өбіші ме шынайма? Өбіші! Қалмаққа қайдан соқтығып жүрсің балам? Қалмаққа деймін, қайдан соқтығып жүрсің? Анау, нағашыларымнан шығып, текеден асып, өз жұртым өлен төсегім деп бұна сіздерге қарай сар желіп келе жатқам. Қалмақтың қарауылы жансыз деп ұстап алып, шыңғыртып құлағымды кесіп қолыма берді. Айта бар деп сырымға. Өбіші бүгін көшкенімен, ертең айналып соғып, қызғыштаған қазағын құлақ кесті, құл қылам дейді. Асқыр көрген иттің арты қырғамас. Қашқалы жатыр айбат көрсетуін. Ендеше шаңын емес, қанын шығарып тұрып соғу керек. Жойғылақтың зор емес, қалың елдің қамышын. Қалмақ көшіне жайықтың екі бетінен тосқауыл қойылсын.
Алғашқы соққы көкжелкеден берілсін. Аттарамыз. Амин. Аттан. Ұятын бұл дүниеде иманын о дүниеге серік еткен ел едік. Алланың уысында, еділ жайықтың қуысында, қыр бойының құба қалмағы, ойдың орысы, белеңнің башқұрты. Бұлардың ешқайсымен де бірлігіміз жарастырып дос бола алмадық. Әрқайсысы да қазақты сірке сыққандай тастағысы келеді. Тебінге терлеткен не заман. Қайран елай татуға тіл сұңғылаға соғытты ме? Дауыл соққан теңіздің толқынындай төңбекшіп бір тыш таппадың ау. Қайран ел таппадың ау.